Жеңіске 100 күн қалғанда қоғамдық көлікте ән айтқан сарбаздар қоғамның қызу талқысына түсіп жатыр. Әскерилер тағы несімен таңғалдырады. Қайырлы кеш, құрметті қазақ елі. Ең алдымен айта кететін жайт бұл жеңіске 100 күн қалғанда акциясы ұлттық ұланның бас қолбасшысы генерал-майор Аңсаған Скендерұлының қолдауымен бастау алған болатын. Ең басында біз бұл акцияны Астана қаласының қоғамдық көліктерінде, яғни автобустарда бастаған болатынбыз. Енді біз өзіміз үйреніп қалғанбыз, жаңағы үлкен концерттік залдарда, үлкен концерттік жаңағы сахналарда ән айтып, өзіміздің жұмысымыз барысында бұндай автобустарда ән айту алғаш рет болып тұр. Шыны керек басында біртүрлі болды бізге, қалай болады екен, халық қалай қабылдайды екен деген. Бірақ өте біз қуаныштымыз осы акцияның басталғанына, өйткені халық жаңағы соғыс әндерін сағынып қалған, кәдімгідей үлкен апаларымыз, ағаларымыз, жастар буындарда барлығы қосылып, би билеп, сөздерін барлығын жатқа біледі десек те болады. Бізге өте ұнады. Керемет. Тамаша. Өзіңіз жаңа айтып қалдыңыз ғой, үлкен концертте ән айтып үйреніп қалғанбыз. Өйткені көрермен сол жерге келген кезде дайын отырады, олар әндерді естуге дайын отырады. Ал енді қоғамдық көлікте бұл енді таңғалған шығар. Сіздерді видеоларға түсіріп, сол осы көрермендердің түсіргендері ғой шығып жатқан жаңа дәл көрсетіп жатырмыз. Сіздер қалай қабылдадыңыздар жігіттер? Бір қысылған жоқсыздар ма? Ерекше болды. Басында үйренісе алмадық, бірақ содан кейін жаңағы автобустағы кісілер бізді қолдағаннан кейін, сол кісілердің қошеметтерін естігеннен кейін, одан кейін шабыттанып бізде әнімізді айта бердік. Және таңғалдық шыны керек. Адамдар өздері де айтып жатыр, жаңағы үлкен апаларымыз, жұмысқа барып жатқан едік негізі. Бұндайды күтпедік, өздерінің рахметтерін айтып, көңіл күйлерімізді көтердіңдер деп, сондай жылы лебіздеріміздерге білдірді. Енді биыл жеңістің 80 жылдығы. 100 күн қалғанда осындай акция бастап жатсыздар. Бұл республикалық деңгейде қателеспесем, Қазір көпшілігі қателесіп, тек қана Астана қаласында ғана бола ма деген сияқты сұрақтар туындап жатыр біздің жаңа интернет желісінде. Жоқ, ол жеңіс ол барлығымызға ортақ. Ол тек қана Астана қаласында ғана емес, барлық еліміздің түкпір-түкпірінде, Қазақстанның барлық қалаларында, және де ол біздің көршілес елдерде де ол тойлану керек бұл жеңістің жаңағы 80 жылдығы. Біздің осы акция барысында жаңағы автобустарда түсірілген видеоларымыз қазіргі біздің TikTok, Instagram желілерінде 2 миллион, 3 миллионға астам қаралымға жинап, көптеген пікірлер жинап жатыр. Соның ішінде айта кететін жайт ол тек қана Қазақстанның азаматтары емес, Белоруссия, Германия, Украина, Ресей, Тәжікстан, Түркия, Греция, Молдавия елдерінен, тағы да басқа елдердің тыңдармандары пікірлерін жазып, өздерінің жылы лебіздерін білдіріп жатыр. Алыс жақын шетелдіктер. Ол дегеніміз, бұл деген күшті ғой. Ол жеңіс барлығымыз ортақ болғандықтан, бұл акция тек қана Қазақстанға шектеліп қалмай, бүкіл халықаралық деңгейде де жалғасын табу керек деп ойлаймыз өзіміз. Енді жоспар қандай бұл жерде? Тек автобуста ән шырқаумен жалғаса ма, әлде өзге де бір форматтар бола ма? Бастауы сол автобуста басталды. Бұл бастауы. Одан кейін? Одан кейін біз қазіргі таңда жаңағы қоғамдық жерлерде, халық көп жиналатын орталарда, жаңағы ойын-сауық орталарында бірнеше іс-шаралар жүргіздік. Енді орның артынша, енді күні ертең, жарнама жасап кетейік осы жерде. Күні ертең Хан Шатыр ойын-сауық орталығында дәл осы акция барысында біздің кешкі сағат 7-де біздің ансамбльдің толық құрамымен тағы да осындай керемет іс-шара өткелі жатыр. Барлық Астана қаласының тұрғындарын, қонақтарын қуана шақырамыз. Әскери шоуға. Әскери шоу дейсіздер. Енді әскери шоу демекші өздеріңіздің репертуарларыңызда, әндеріңіз негізі қандай бағытта? Патриоттық қана бағыт па, әлде қоғамдық көлікте басқаша әндер айттыңыздар ма? Біз енді репертуарға келетін болсақ, әртүрлі жанрда айтамыз. Негізі әскери әндерге біз байланып қалмағанбыз. Көптеген шетелдік әндер, рок стилінде. Небір әндері бар жігіттерде негізі, мен өзім куә болғам. Біздің TikTok желімізді қарасаңыз, кез келген жанрда айта береміз. Қазақтың халық әндерін айтамыз, классикалық ән екібастан айтамыз енді. Сонымен өзім патриоттық әндермен жалғасын табады.
Енді көптеген жанрда айтамыз. бұл сұрақты неге қойып тұрмыз? Себебі бір қалыптасқан бір Стереотип. таптаурын бар ғой, стереотип бар. Әскердегі Әскер. жігіттер әскери әндер айту керек, патриоттық әндер айту керек. Жоқ, әлемдік деңгейде бұл кәдімгідей қазіргі таңда тренд десек те болады. Үлкен хорлар әртүрлі хит әндерді шырқайды. Біз оны көріп те жүрміз. Бұл енді сіздердің тараптарыңыздан, жалпы ансамбльдің жетекшілігінің тарапында сіздерге берген бір еркіндік деп түсінеміз бе? Әрине біз енді әскери ұжым болғандықтан біздің жаңағы бастапқы бағытымыз ол біздің өзіміздің әндеріміз арқылы, біздің өзіміздің осы шығармашылығымыз арқылы ең алдымен осы әскери қызметшілердің және де отан алдында өздерінің борыштарын өтеп жүрген жас сарбаздардың және де басқа өзіміздің халықтың тыңдармандардың елімізге деген, елге деген, туған жерге деген жаңағы патриоттық сезімдерін, елге деген сүйіспеншілігін арттыру. Бірақ енді тек қана жаңағы Нұрбек айтып кеткендей, тек қана ол патриоттық әскери әндермен тоқталып қалмаймыз. Біз барынша енді біз өздеріңіз байқаған шығарсыздар, бізде өте жас ұжым, 20 жастан 35 жас аралығында қана қазір. Сондықтан біз қолымыздан келгенше осы ұжыммен жан-жақты жаңағы халық әндерінен рокқа дейін, опера, классика, жан-жақты толық құрам дәл қазір 12 адам. 12 адам, ерлер хорында. Және де жаңағы мысалы ұлы жеңіске 80 жыл деп жатырмыз ғой. Өзі әскери ансамбльдердің сол кездерден бастап алынған бір миссиясы ғой бұл. Сол соғыстағы жауынгерлердің рухын көтеру, жаңағы бір іштегі басқа бір сезімдерін ояту. Сол сияқты бізде сол миссияны жүктеп, қазіргі таңда да осы жас буынға жеңіс қандай, қалай айтса болады, қиыншылықпен келгенін, ата-бабаларымыз қалай қорғап қалған әндермен, керемет әндермен жеткізуге тырысып жатырмыз. Тамаша. Әрине, енді жеңіс күнінен бөлек. Биыл енді айтулы даталар өте көп. Тағы да бір осындай бір ерекше акцияларыңыз бола ма? Негізі бір өзге де бір күндерге байланысты. Елімізде биыл 2025 жылы жаңағы айтулы даталар, айтулы мерекелер өте көп. Соның ішінде айта кететін болсақ, күні кеше жаңағы еліміздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының айтып кеткеніндей, Қазақстан халқына жолдауында жаңағы Қазақстан Халық Ассамблеясының 30 жылдығы, Қазақстан Республикасының жаңағы Конституциясына 30 жыл, Мәншүк Мәметова апамыздың 100 жылдығы, және де жаңағы ұлы Абай атамыздың 180 жылдығы. Біз бұндай мерекелерді біз әрине құр қалдырмаймыз. Міндетті түрде 9 мамырдан кейін осы мерекелердің қарсаңында көптеген іс-шаралар ұйымдастырамыз, оның барлығы жоспарымызда бар. Ұлы Хакім Абайдың әндерінде шырқайтын шығарсыздар енді осы. Әрине, Абай атамыздың әндері біздің репертуарымызда әрқашан болған, болады да. Тамаша, тамаша. Енді сіздерде қазір дайындық процесі осылардың барлығына қалай жүріп жатыр? Сіздердің әскери қызметтеріңізге әсер ете ме? Жалпы график қалай? Ерлер хорында, ұлттық ұланда. Біз үшін әрдайым бұл қызық. Бізде бекітілген күн тәртібіміз бар әрине. Яғни күніміз сағат 8:30-да басталып, таңғы саппен, содан кейін сағат 9-да біз өзіміздің тың салу жаттығуларын бастаймыз. Содан кейін даусымызды қыздырып, сағат 10-ға дейін, оның бәрі 1 сағат уақыт алып, сағат 10-нан бастап біздің бекітілген жоспар бойынша, яғни концерттік жоспар бойынша, таңдаулар шығармаларға тоқталып, соларға көңіл бөліп талдаймыз. Репетиция жасайсыздар. Енді қараңызшы, жігіттер, сіздер шығармашылықтың адамсыздар, бірақ сонымен қатар әскери адамсыздар. Андай бір нормативтер тапсыру деген бола ма? Әрине, онсыз болмайды. Біздің ұжым 99% деп айтайын, келісімшарт бойынша әскери қызметшілер. Оңай емес, шыны керек. Өйткені бір жағынан жаңағы әскери қызмет күтіп тұрады, бір жағынан жаңағы концерттер, іс-шаралар күтіп тұрады. Енді турникке тартылып келу керек та, одан концертте ән шырқау керек дейсіз ғой. Оның барлығы бізде жаңағы сапта тұру, саптың жаңағы өзінің тәртіптері бар. Жаңағы қарумен жаңағы ату алаңдарына барамыз. Оның барлығы біз ешқандай шектеу жоқ. Оның барлығын енді үлгеріп қолдан келгенше бірге алып жүрміз. Тамаша. Енді сіздердің өнерлеріңізге тәнтіміз, мырзалар. Дәл қазір біздің көрермендерге қандай ән сыйлауға дайынсыздар? Ұлы Абай атамыздың әндерінен бір попури шырқап берейік сіздердің құрметтеріңізге. Барша осы
ұлттық арнаның тыңдармандарына, көрермендеріне, өйткені үлкен мереке 180 жыл ұлы Абай атамыздың. Рахмет Ой, жігіттер. тамаша. Ендеше сахнаны өздеріңізге қалдырайық, иә? Ал